Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мына пирогты қараңыздаршы, қандай керемет, қандай жұмсақ, нәзік болған, ауызда еритін болып шықты. Келіңіздер, осыны дайындап көреміз. Әркімнің қолынан келеді деген үміттемін. Бұны әркім қолынан келеді жасауға. Бірінші құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Сол ұн, какао порошок, разрыхлитель, қант, 2 жұмыртқа, айран, сары май, сұйық май, кішкене тұз керек болады. Ұн, какао порошок, разрыхлительді алдын ала електен өткізіп аламыз. Және бір мискаға бәрін саламыз. Тұзымызды, қант, жұмыртқа, сұйық майымызды, сары майымызды грамдарын мен описаниеда жазып қалдыратын боламын. Мен айран қостым. Айран қоссаңыздар, дәмі нәзік болып шығады, жұмсақ болып. Енді бәрін массамызды миксерлейміз. Осы кезде духовкамызды қыздырып қоямыз. 180 градуста. Қараңыздар, қандай керемет тесто болып шықты. Мен Рахат фабрикасының какао порошогын қолдандым. Иісі деген мүңкіп күшті болып шықты. Енді формамызға саламыз қамырымызды және пісуге 180 градуста печкаға жібереміз. 35-40 минутта пісіп шығады. Өз піскенде иісі мүңкіп шығады. Шпажкамен тексеріп аламыз. Құрғақ болып пісіп шығады. 15-20 минуттан кейін формадан аламыз. Суығаннан кейін пирогымыз дайын. Бұны бетін әрлеп әдемі қылып қойсаңыздар да болады. Мен үлгермей қалдым. Балдарым беттен шұқып тастады. Бәріміз видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Мен үшін ол өте маңызды. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Алда әлі күшті рецепттер болады.